Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер? Біліп жүргенге жазыласыздар ма? Осы видеоның астында лайк бар еді, достар. Лайк бассаңыздар мен қатты қуанамын және риза болып қаламын. Видеоның астында мысықтар туралы видеолар бар, қарап шығыңыздар. Сіздерге ұнап қалады. Мысықтар туралы видеолар бар. Мысықтар тым көп су ішпей кетсе, ол уже қауіпті. Жалпы мысықтар көп су іше бермейді, себебі олардың тамақтарының құрамында су бар. Мүлдем су ішпей кетсе, ол өте қауіпті, мысыққа организміне өте қауіпті. Күніне қанша су ішу керек, осындай миллиграмм су ішу керек деген нақты цифра жоқ. Яғни қанша су ішу керек, ол жалпы мысықтың салмағына байланысты. Өте сәби мысықтарға оларға су уақытша керек емес десе болады, себебі олар анасының сүтін ішеді, ал жасы 6 жастан 7 жастан асқандар олар көп су ішеді, яғни қарттығына байланысты. Су көп ішпеудің себебі олардың тамақтарсыз күн сайын не бере берсеңіз, яғни влажный, онда ол көп су сұрамайды. Ал сухой корм тек жесе, ол әрине су көп ішеді. Сондықтан сіз көп влажный тамақ бердіңіз. Көп қозғалуына байланысты мысықтың аяғы ауыр кезінде олар көп су ішеді, және лактация кезінде су көп ішеді. Патология себеп болуы мүмкін, мысалы жақында операциядан шықты және дәрі ішті, соның организмі кішкене өзгерістер болып жатыр. Одан амал жоқ, су көп ішу мүмкін, немесе тым аз ішу мүмкін. Олар қыста су көп іше бермейді, бірақ ауаның температурасы, үйдің ауаның температурасы ыстық болса, жаз болса, жанып қайнап тұрса, онда су көп ішеді олар. Біліп жүремін де бар, мысықтар су неге көп ішеді деген. Су аз ішіп кетуінің себебі ол стресске де байланысты, яғни сіз көштіңіздер, кастрюль қылады, айқайладыңыздар, соқтыңыздар, жалғыздық, вообще мысыққа мән бермей кеттіңіздер, соның бір себебі болуы мүмкін. Олар стресске өте тез түседі. Су ішу, яғни сухой корм берсеңіз, олар 2-ден 3-тен артық су ішу керек, яғни ол дәл емес әрине, бірақ сухой кормның ылғалы болуына байланысты. Ал влажный су көп тамақ ішсе, оның ішінде 80%-дан жоғары су бар, сондықтан ол соның кесірінен су көп ішпейді. Үйдің тамағын берсеңіз, бульон, макарон деген сияқты, онда ол су көп нетпеу мүмкін, себебі тамақтың құрамында су бар, яғни көп уайымдамаңыздар дегім келіп отыр. Мысықтар кейде сіз құйып берген суды ішпей, ол краннан ішу мүмкін, ваннадан ішу мүмкін, балығыңыз болса аквариумның ішінен ішу мүмкін, сізге көрсетпей. Сондықтан сонда мысықты қадағалап жүріңіз, қай жерден су ішеді деген сияқты. Бар, онда менде мысық болды, қара мысық, ол вообще құйып берген су ішпей, наоборот крандағы суды ішіп отады, раковинаның ішіне қалдық сулар ішіп отады, сондайлар бар. Мысыққа краннан суды беруге болады, қайнатылған суды да нежелательно дейді, жалпы өздеріңіз білесіздер, онда іше береді жалпы. Олар краннан, фонтаннан ішкен жақсы көреді, бұлардың баяғы табиғи жабайы аңдардан қалыптасып кеткен жағдай ол, арыстан, тигр деген сияқты. Минералка емес, кәдімгі негазированный су берсеңіз болады, краннан берсеңіз болады, бірақ ветеринарлық қайнатылған су бермеген дұрыс дейді. Минералды газды беруге болмайды және. Мысыққа банағыдай полдағы суды, даладағы суды, жаңбырдың суын ішкізбеңіздер, лас суды ішкізбеңіздер. Ішіп жүрген ыдысын ауыстырыңыздар, 2-3 рет жуып тұрыңыздар. Жазда әсіресе көп рет 2-3 рет жуып тұрыңыздар ыдысын. Ұзақ су тұрып болса, ауыстырып тұрыңыздар суды. Кейде мысықтар су тым көп ішіп кетеді, оны білесіздер, өз денесін салқындату үшін жазда үйде температура жоғары болса, соның кесірінен бір су көп ішіп кетеді. Аузын ашып демалуы мүмкін, тілін шығарып, ол да бір салқын ауа керек деген сөз. Ит сияқты демалуы мүмкін.
мысықтарға су өте керек, себебі минералдар, ферменттер олар клеткаға апарады және өздерінің ткандарға тарайды. Сөйтіп оларға су өмірде өте керек. Адамдар сияқты олар сусыз өмір сүре алмайды. Су оларға қан айналымына, ас қорыту жүйесіне өте үлкен пайдасын тигізеді. Су олардың нәжісін, сідігін сыртқа шығару үшін көмектеседі. Керек емес заттарды сыртқа шығару үшін көмектеседі. Су смазка рөлін, тканның эластичностін және бұлшық еттердің жұмыс жасауына көмектеседі. Мысыққа су жетіспесе, ол уже водно-солевой деген баланс бұзылады, обмен веществосы бұзылады. Ол өте кері жаман әсерін тигізеді. Мочекамен деген болезнь, ауру шығады, басқа да патологиялық аурулар шығады, организміне су жетіспесе. Мысықты ешқашан сусыз қалдырмаңыздар. Олар ұзақ сусыз өмір сүрсе, өліп кету қаупі бар. Су жетіспесе, тістер воспаление болады, десіндер воспаление болады, дұрыс демалмайды және тамақ жұта алмайтын жағдайға дейін жетеді. Қан шығып бастайды, өте жаман, әрине, құсып бастайды, организмге судың жетіспегеннен, және сахарный диабетке ұшырайды, почкалар ауырады. Туалетке бармай кетсе, олда да су ішпегеннің кесірі. Сосын су ішетін жерді дыбысы қатты шығатын жерге орналастырмаңыз. Стиральный машина өте қатты, олар тыныш жерде су ішкенді жақсы көреді. Көп қозғалмаса, ұйықтай берсе, онда ол су энергия құртылмайды, сондықтан суды көп аз ішу мүмкін. Далада күн салқын болса, қыстың уақыттары олар су көп ішпейді. Бір күннен аса су ішпесе, онда оны дәрігерге, ветеринарға қарату керек. Су ішпей жүрген байқасаңыз, мысықты әрқашан бақылап жүріңіз. Қайдан су ішу мүмкін, не істеп жүр, күні бойы бақылап тұрыңыз. Мысық су ішпей жүрсе, тыныш жерге апарыңыз мискамен суын, және үйде тазалап тұрыңыз. Айқай шу болмасын су ішетін жерде. Егер ыдыс аяқтың орнына басқа бір пластик қойып көріңіз, керамика, фарфор немесе темірді беріп көріңіз, ауыстырып тұрыңыз су ішіп жүрген несін. Мүмкін желкеніп жүрген шығар, жуып тұрыңыз әрқашан. Кранның суынан басқа суға ауыстырып көріңіз, банағыдай. Фильтрованный судан тек қана бір жерге емес, басқа бөлмеге де су қойып қойыңыз, мысалы, өзіңіз жағына. Біліп жүрегімге жазылыңыз, осы видеоға лайк басуды сұраймын.